Аларыңыз насылдым, сәлем, игі жақсыларым, шашпауым, үкілім, менің сұлу да сымбатты қыз келіншектерім, басыбыз сіздерге демалысқа сыйлы жалпы болжам деп па. Болашақ күйеу, сұрақтардың патшасы көрейік. Көп болып ташпағанмын. Болашақ күйеу, қайдасың? Жан. Сіз қалай армандап отырсыз? Ол да солай армандап отыр. Қайда екен ол? Әлеуметтік желіде танысасыз. Мүмкін бірге бір пікір жазасыз, сол кезде бір пікір талас болып кетеді. Мүмкін танысу сайтында кездейсоқ, бірақ әлеуметтік жер. Маған қазір домбыра фестиваль қазір өтіп жатыр ғой. Менде барғым келеді. 5-6 Алматы қаласында болсаңыз, Астана қаласында да сондай көпшілік орындарға барыңыздар. Кәдімгідей у-шу, адамдар ығы-жығы, бір-бірлеріңізді тауып аласыздар солай. Не, бұл жерде жолыңыздың бәрі ашық. Бұл жерде кедергі жоқ. Міне өзі ханзаданың, патшаның, байбатшаның жағдайы бар жігіт, тұрақты, табанды, өмір көрген, оқыған, тоқыған. Енді керемет бір қай жерде жұмыс жасау престижді, мынандай абыройлы. Мәселе онда емес, мәселе ер адамның табандылығында. Бұл ер адам көп сөйлемейді. Бұл кісі тірлік жасайтын адам. Ол да дайын ба? Негізі дайын ғой бәрі. Бүйтіп қанша қалды енді? Санаулы күнде. Армандағы қандай алақандағыдай, қандай армандағыдай болайын деп тұр бұл жерде. Сондықтан шын жүректен ғой жандарым, сол шын жүректен. Жоқ, ескідей болмайды. Ол күштердің өздері сый ретінде береді.